Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызда информатиканың пәнінен бір байқау сынағы шешіп кетеміз. Бұл байқау сынақтары тегін және тест центрдің өзі деген бізге ұсынып отыр, және бұның ішіндегі кейбір материалдар жаңартылып тұрады екен. Егер деген дайындалатын болсаңыздар, ұбт-ға дайындалатын болсаңыздар, міндетті түрде бұның деген Instagram парақшасына бір қарап кетіңіздер. Себебі Instagramда соңғы уақыттарда көп материал бізге беріліп жатыр. Мысалы, есіңізде болса, терминдер бізге Instagram парақшасынан берілген еді. Әрине деген олардың веб парақшасынан да таба аласыздар. Көргеніңізде ұбт-ға дайындалуға арналған информатика пәніне терминдер тізімі. Бұны баспасөз және жаңалықтардан таба аласыздар. Және соңғы уақыттарда бізде деген әр апта дегендей тест центр өзі деген бір дайындық сабақтары жүргізіп жатыр. Менің ойымша бұл себепті олардың жасаған жұмыстары жақсы ма екен деп ойлаймын. Енді біз бүгін немізге кіріп кетейік. Бұл жерде білесіздер, біз шынайы бір нәрсе жазуымыз қажет емес, өтірік бір нәрсе, бір-екі үш дегендей жазып кетейік. Онdan кейін әрі қарай бұл жерде деген тестілеу түрін таңдаймыз. Пәндерді таңдап кетейік. Пәндер математика, информатика. Тестілеуді бастайық. Мен информатика пәнін шешіп кетемін бүгін сіздерге. Информатика пәнінен биос қызметі. Бірінші сұрақтан бастайық. Мен просто бір-екі сұрақты қарайын дегеннің себебі, кейбір кездерде мен кірген кезімде сол бір алдыңғы шешкен сұрақтарым алдыма келеді. Соның үшін оны жаңа версиясы ма екен деп қарайын дегенім. Енді бірінші сұрақтан бастаймыз. Биостың қызметі. Биос қызметі IO, яғни IO енгізу және шығару болу керек, қателеспесем. Бұл жерде жіберу, шығару, енгізу, шығару, қабылдау, жіберу, сақтау, енгізу. Бұл жерде жауап Б болу керек. Екінші сұрағымызға өтіп кетейік. Интернет желісі арқылы белгілі бір ресурстар мен программалар, деректер, файлдар қашықтықтан ұсынатын қызмет түрі. Бұл компьютерлік желі болу керек. Бұл технология компьютерлік желінің ішінде қызмет түрі. Мен ойымша, яғни бұл жерде екеуінің арасында кішкене ойланып қалдым, бірақ мен бұл жерде компьютерлік желі деп таңдар едім. Себебі компьютерлік желі барлығын қамтиды. Программалар болсын, деректермен жұмыс, файлдармен жұмыс, ойын ойнау, немесе видео жүктеу, барлығы деген компьютерлік желімен болады. Ал бұл технология болса, тек қана белгілі бір типтегі жұмыстарға арналады. Келесі сұраққа өтіп кетейік. Бір жылда 12 ай бар сөйлемнің ақпараттық қасиеті. Толықтылық, дәлдік, нақтылық, құндылық. Бұл жерде нақтылық бекен деп айтып кетемін. Ал бұндай сұрақтарды мен шын керек жақсы емеспін, бірақ өзім нақтылық деп айтар емес. 12 ай бар екендігі нақты айтып тұр. Бұл жерде С деп белгілер едім. Ең соңында көреміз қай бір сұрақтарды дұрыс жасадым немесе жасамадым. Бір жерге жазып алсақ та болар еді негізінде. Үшінші сұрақты ойланып көру дегендей. Үшінші сұрақ. Келесі сұрақты көрейік. Массивте ең кіші, ең үлкен элементті тауып, оны сұрыпталмаған элементтердің бірінші тұрғанымен ауыстыратын сұрыптау алгоритмі. Бұл алгоритмнің негізгі деген ағылшын тілінде атын білетін едім, бірақ деген қазақ тілінде аты қалай болады екен? Таңдау, көпіршікті жылдам кірістіру. Бұл жерге жауап бермей кетем. Себебі бұлардың ешбіреуін мен деген өзім деген сабақ кезінде өтіп көрмедім, және аттарында есімде қалмаған үшін бұл жерде деген жауап бермей кетем. Қазірше тек қана quick sort емес, яғни жылдам емес, insert, кірістіру, ондан кейін көпіршікті, quick sort,
Жақсы, бұл жерде quicksort танып кетейік. 5-ші сұрағымызға келгенде IP адрес бола алады. IP адрестерде есіңізде болса барлығы, яғни нүктемен айырылатын еді. Соның үшін бұл жерде жауабымыз Б болып кетеді. Процессордағы ядролар саны. Жүйелік шина мен процессор арасындағы қосындыны шығарады. Процессор жүгінетін құрылғыны қамтиды. Бірінші және екінші қосылғыштың нәтижесін береді. Bir мезетте бірнеше қосымшаның жұмыс жасау мүмкіндігіне әсер етеді. Бұл жерде ядролар саны осы деген D болуы керек. Лицензияланған, шартты, тегін және еркін таратылатын программалардың тобы. Atılım, demonstrasiyalar, құқықтық мәртебе, пайдалану. Bunday sұрақтар genetik ойналтырады бейне. Пайдалану емес, демонстрациялау емес, сатылым емес, бұл жерде құқықтық мәртебе болу керек. Себебі лицензияланған бірлестер бізге ақшамен сатылады. Шарты тегін белгілі бір нәрсеге қарай. Тегін еркін программалар болса, біздің open source деген программаларымыз болып кетеді. Бұларды болса яғни программистер өз қалауымен деген жаңа бір функция алып келеді. Соның үшін бұл құқықтық мәртебесі бойынша бөлінетін программаларға айтылады. 16 разрядты және әр символға 2 байт алатын кодтау кестесі. Smart емес, Unicode шар. Келесі сұрағымыз, 9-шы сұрақ. Деректер қорында кестедегі жазбаны бірегей түрде анықтайтын өрістердің ең аз жиынтығы. Деректер қорында кестедегі жазбаны бірегей түрде анықтайтын өрістердің ең аз жиынтығы. Сыртқы кілт, бастапқы кілт, суррогатты кілт, логикалық кілт. Бұл жерде деген бастапқы кілт шығар. Ең аз жиынтығы бастапқы кілт болу керек. Келесі сұрақ, бұл сұрақта да сонда да ойланып көру керек бір. Психологиялық күйзелістер кезінде психотерапевт әңгімелесу үшін қолданатын виртуалды шынайылық құрылғысы. VR шлем, VR костюм, VR қолғап, VR көзілдірік. Бұл жерде VR көзілдірік шығар деп ойлаймыз. Келесі сұрағымызға өтіп кетейік. Енді кестеден Б бағанын пішімдеу. Б бағанын пішімдеу үшін кестеге шекара қою, Б1 ұяшығын сары түске бояу, Б1 ұяшығы мәтін 180 градус бұру, 90 градус болу мүмкін. Жақсы, B1 B10 мәтін түсін жасыл таңдау. Жалпы А дұрыс бекен деп ойлаймын. А немесе Д болып кетеді бұл жерде. Біреу деген көріп тұрғаныңызда не дейді? Кестеге шекара қою, Б1 ұяшығын, екеуінде де сол бір нәрсе жазылған. Бірақ деген Б1 ұяшығы мәтін бағытын 180 градус бұру дейді, ал екіншісінде болса 90 градус бұру дейді. Мен бұл жерде 90 градус басқа бар ма? Б1 ұяшығын бұл жерде 90 градус мекен деп ойлаймын. Соның үшін бұл жерде D-ны таңдап кетейік. Көргеніңіздей, алгебра 90 градус жоғары қарап тұр, қалғандары төмендегі бағалар жасыл түсте, ал деген алгебраның арт жағы болса сары түсте болып кетеді. Кестеден Б бағанын пішімдеу программаның нәтижесінде шығатын мән табатын болсақ, import array as array, point array array
For I range 06 append int input. Print massive. Her bir elementi fark beredi. Bul жерде деген 6 elementten turатын bir ölçemli massiv, 5 elementten 6 elementten turатын 2 ölçemli massiv. Менің ойымша бұл жерде 6 elementten turатын bir ölçemli massiv деп ойлаймын. Себебі тек қана I берілген, яғни басқа бір ölçüm olan кезінде AC дегенде екі өлшем болып кету керек еді. Соның үшін бұл жерде 6 элемент. Неге 6 элемент? Себебі biz 0'dan başlayımız. 0'dan başlayımız üçün 0, 1, 2, 3, 4 және 5 kiredi. 6 range'in içinde yazılan olsa da 6'nın özü kirmeydi. Sonuç üçün tek qana 0'dan 5'e deyin, yani 0'dan 6'a deyin bir 6 kirmegen üçün 6 element olup gitedi. Kelesi sıramızı göreyik. Kompüterдің барлық құрылғыларын басқаратын процессордың құрылымдық бөлігі. Summator, жады регистрі, arithmetical logikалық құрылғы, басқару құрылғысы. Бұл жерде басқару құрылғысы деп белгілеп кетем, себебі бұл екі емес, ал бұны да білген жоқпын. Басқару құрылғысы болу керек. Келесі сұрақ. Forma шаблонына басқару элементін қосып, оны негізгі деректер қорымен байланыстырады. Осы әрекет нәтижесінде қолданушыға берілетін мүмкіндік. Басқару элементі арқылы басқа формаға қосылу, үрдістерге өзгерістер енгізуге рұқсат беру, интерфейсті ұйымдастыру, форма ерекшелігін анықтау. Бұл жерде деген аксес туралы бізге деген бір сұрақ келіп тұр. Мен бұл жерде деген үрдістерге өзгерістер енгізуге рұқсат беру екен деп ойлаймын. Forma шаблонына басқару элементін қосып, оның негіздері деректер қорымен байланыстыру. Интерфейс. Бұл жерде үрдістерге өзгерістер енгізу болу керек. Себебі forma егер деген бір дерекке бір таблицаға байланған кезінде, ол сен форма бір нәрсе енгізсең, ол өріс ретінде біздің таблицамызға енгізілетін еді. Келесі сұраққа өтейік. Forma шаблонына басқару элементін қосып, ona негізгі деректер қорымен байланыстырады. Осы бұл жерде сұрақ өзгермей қалған сияқты. Бұл жерде сұрақ мекемеден лауазымы дәрігер болған бір нәрсені анықтан дегендей бір нәрсе болып тұр. Mekeme kestesinin lawazımı örüsünden dərgərdə öşürü üçün SQL fransı. Bu жерде öşürü degenimiz bizde belgili delete болып кетеді. Delete from mekeme where lawazım dərgər. Where degenimiz bu жерде bizge şartlı tandau kengizеді. Sonuç üçün bu жерде cavab B oladı. Kelesi сұрақ. Машиналық оқытуға жатпайды. Дауысты тану, мәтінді іздеу, қолмен жасалған мәтінді тану, символдарды тану. Бұл жерде символдарды тану машина оқытуға жатпайтын шығар, себебі қалғандарының барлығы жату керек еді. Символдарды онсыз да танып кетеді. Немесе дауысты тану жатпай ма екен? Дауысты тану да болуы мүмкін. Бұл жерде жауап себебі символдарды тану.
Бұл жерде дауысты тану деп белгілеп кетейік. Қазірше себебі деген бұл екеуінің нақты бар. Символдарды тануда деген мен басқа бір жерден көрген едім. Басқа бір программаны қолданып отырған кезінде символдарды тану деп. Ал дауысты тану болса қазірше есіме түскен жоқ, қай жерде қолданылуы мүмкін. Иә, сол себепті қазірше символдарды тану емес, дауысты тану деп белгілеп кетеміз. Бұл сұрақта жазып қояйын. 3 және 16. Сынып бағанында мәні 11-ге тең ұяшықты ерекшелеу үшін орындалған команда. Бұл жерде кішкене жауаптарды сізге үлкейтейін. 11-ге тең болғандардың түсіне қызылға және арқа фонында қызылға бояу керек. Бұл жерде форматировать ячейка, которые больше деген дұрыс, себебі қалғандары дұрыс емес. Бұл жерде менше аз деп кетеді, аз емес, арасында емес, уникальный емес. Бұл жерде себебі 2 дана 11 бар біздің қолымызда, онан үлкендер болу керек, светло-краслый, және жауап да болып кетеді. Қосындысының мәнін табу. Бұл жерде деген 18-ші сұрағымызда есеп келді. Көбінесе мен информатикада есеп көп сұралар тыншар деп ойлаймын. Бірақ деген көргеніңізде 18-ші сұраққа дейін барлығы анықтама келді. Яғни былайша айтқан кезімізде терминдер және анықтамалар қазір қатты маңызды болып тұр. Қосындысының мәнін табу, бұл жерде барлығын ондық жүйеден бізге берген. Ондық жүйеден қалай табамыз, оны мен сізге көрсетіп кетемін. Баста берілген деген 2 санды ондық мәнге ауыстыру. Ондық мәнге ауыстыру үшін біз бұл санның өзін жазамыз. Баста 1, ondan кейін 1, 2, 3, 0, ondan кейін тағы 1, 1. Бұл екілікті берілген. Екілікті берілген үшін мен әрбіреуіне 2 көбейтіп кетемін. 1 көбейтілген 2-нің 0-шы дәрежесі. Ondan кейін екіншісін аламыз. Екіншісі болса 1 көбейтілген 2-нің 1-ші дәрежесі. Бұл жерде 2-нің 2-ші дәрежесі, 2-нің 3-ші дәрежесі, 2-нің 4-ші дәрежесі бізге деген тым үлес қоспайды. Сонда да қысқаша бір жазып кетейік. 0 көбейтілген 2-нің 2-ші дәрежесі. Ondan кейін 0 көбейтілген 2-нің 3-ші дәрежесі. 0 көбейтілген 2-нің 4-ші дәрежесі деп бір жазып кетейік. Бірақ білесіздер, бұлардың барлығы 0 болады. Ал ең соңғысы болса 1 көбейтілген 2-нің 5-ші дәрежесі. 2-нің 0-шы дәрежесі 1-ге тең, бұл болса 2-ге тең, бұл 3-ге 0-ға тең болады. 2-нің 5-ші дәрежесі болса 32-ге тең болады. Бұлардың барлығын қосқан кезімізде жауап біздің 35 болады. 35 ондық санау жүйесінде болып кетеді. Енді мына жерге жазып қойып, 35 деп аландарын болса кетірейік. 8-дікте дәл солай есептеледі. Бұл деген санау жүйесін, бір санау жүйесіне, екінші санау жүйесіне өзгерту сұрақтары әр байқау сынағында келіп тұр, мен байқап жатырмын. 1 көбейтілген 8-дің 0-шы дәрежесі. 1 көбейтілген 8-дің 1-ші дәрежесі. 1 көбейтілген 8-дің 2-ші дәрежесі. Бұл жерде 1, бұл жерде 8, бұл жерде болса 64 болып кетеді. Бағалап қосқан кезімізде жауап 73 болады. Біз 73-ге 35 қосқан кезімізде жауап әрине 108 болып кетеді. Келесі сұрағымызға өтейік. MySQL деректер қорында ішке қиылысу біріктіру үшін қолданылатын синтаксты көрсетіңіз дейді. Бұл жерде біріктіру жасаған, яғни join table жасаған. Select column дейміз. From table 2 left join table 1.
Table 1, aha, column name, table 2. İyi. Cevap bizden Oster'da bolu gerek. De olayım. Ya tömengi ikisi bir nersin iyi. Mana жерде inner join depti, tömende bolsa left join dep berген bizge. Onda bolsa bizden cevabımız inner join bolup ketedi. Sebebi inner join intersection, yani arasındağı oranda көрсөтүү үчүн колдонулат. Бул жерде table 1 bir келүү керек, және бул экөөнүн багандарынын аты бири-бирине сәйкес келүү керек. Endi bolsa kelesi суракка отоюк. 20-cı sırak. Tömendeki HTML kodunun hizmeti. HTML kodunun hizmetinde bizge degen JavaScript, text JavaScript var, name, atınız kim? Bul жерге atımız yazmamız gerek. İkinci olsa siz okuşsuz ba. Bul жерге ya bilenşi okuşu dep жазылған. Бұл жерде деген сұхбаттасу экран бетіне ақпарат шығару, жаңа жола көшу, батырмаларды ұйымдастыру. Бұл жерде сұхбаттасу екен деп кетемін. Себебі бұл жерде prompt бар және confirm бар. Былайша айтқан кезімізде қолданушымен, yani компьютер қолданушымен бір ақпаратты бөліседі және оны атын сұрайды және оны оқушы ма оқушы емес екен бе, соны сұрап кетеді. Бұл жерде аны белгілейміз. Келесі сұрақ өтейік. JavaScript'te сұралған бірінші рет шын керек көріп тұрмын. Арманға мектепішілік олимпиадада математикалық функцияның мәнін есептеуге арналған тапсырма түсті. Тапсырманы орындау үшін программа жазды, бірақ іске қосылғанда алгоритмі дұрыс болғанымен синтакстық қате бар екендігі белгілі болды. Тапсырманы дұрыс орындауға көмек қажет. X 10 болғанда арманның алгоритмі бойынша Y-тің мәні. X 10 болған кезінде X 0-дан үлкен, yani 10 0-дан үлкен болады. Onda деген біздің Y-іміз 20 болып шығады. Программада if X үлкен 0 операторының қызметі шартты тексеру. Шартты тексеру бұл жерде. Программада қолданылған алгоритм түрі. Тармақталу болу керек, себебі if else қолданып кетен. Тармақталу болған кезінде if else, if else қолданып кетеді. Программалау тілінде дұрыс жазылмаған шарт. Программалау тілінде дұрыс жазылмаған шарт. X бұл жерде D болу керек. Сұрақты кішкене деген жақсы қоюлар керек бекен деп сұрайым. Бұл жерде синтакс қатені, мына жерде синтакс қате бар екендігі белгілі болды. Бұл қатені табыңыз дейді. Яғни мына жерде сұрақтар, жауаптар мен не зат қате деп ойлап отырмын. Бұл жерде бір синтакс қате бар. Ол да деген x 0-ға тең болған жағдайда деу үшін біз деген x 2 теңдік белгісін қолданып кетеміз. Программаны қосқанда type error not supported between instance of str and int деген қате шықты. Қате болмау үшін ұсынылатын дұрыс нұсқа. Бұл жерде yani input қабылдаған кезінде, yani input пен бір нәрсені қабылдаған кезімізде бізге автоматтық түрде оның дерек типі str, yani string, yani жол түрінде беріледі. Bunu дұрыстау үшін болса біз деген алдына int сөзіні қойып кетуіміз, yani integer, bütün сан сөзді қойып кетуіміз керек болады. Excel'dегі auto толтыру қызметін қолдану жағдай. Енді деген бірнеше жауапты сұрақтар келе бастады. Бұл сұрақтарда кейде мен көп, кейде болса аз белгілеп қоямын. Соның үшін кішкене мән беріп жасауға тырысайын. Excel'дегі auto толтыру қызметін қолдану жағдайы.
Bağa nemesi jollardan uyaşıqdan birday direktermen tolturu iya bolu mümkün. Alfavitli paydalanlar arqılı avto tolturu. Bağın men uyaşıqlardan belgili bir intervalda san men tolturu. Qatar turgan uyaşıqlarda bir formala köbegi men avto tolturu. Tangbaşalar jıyıntığın paydalanıp avto tolturu. Telefon nomen avto tolturu. Qatar turgan uyaşıqlarda bir formula men avto tolturu bolu mümkün. Alfavitli paydalanıp arqılı avto tolturu bağın men uyaşıqlardan belgili bir intervalda san men tolturu. Bol жерде S da bolu mümkün. Yani onu da jasay alamız negizinde. Yani men oyumşa осы үшеуі болып кетеді деп ойлаймын. Келесі сұраққа өтейік. Бірсі 16-лық жүйеде 12-8 өрнегін басқа санау жүйелеріне аударғандағы мәндері. Бұл жерде аударуымыз керек болады. Бұл үшін де манаға деген тәсілді бір қолданып кетейік. Бұл жерде бір сыны баста деген өзгертеміз. Bir S. S degenimiz negizinde bilesizler 16'lık jүйеде 9'dan keyingi bарлық деген мәндер әріптермен көрсетіледі. A10, B11, S12, D13, E14, F болса 15. Бұл жерде біздің S degenimiz болса 12 келеді. 12 көбейтілген 16-ның 0-ыншы дәрежесі және 1 көбейтілген 16-ның 1-ші дәрежесі. Бұл жерде 12, бұл жерде болса 16 болып кетеді. Екеуін қосқан кезімізде жауап 28 болады. Екіншісін алып көретін болса 12 8-ліктен сол үшін бұл жерде 2 көбейтілген 8-ның 0-ыншы дәрежесі және 1 көбейтілген 8-дің 1-ші дәрежесі. Бұл жерде жоғарғысы 2, төменгісі болса 8 болып кетеді. Екеуін қосқан кезімізде жауап 10 болады. Бұлар білесіздер, 10-дық санау жүйесінен болғандықтан екеуіне қосаламыз 38 болып кетеді. 38 емес, екеуін бірінен екіншісін шығарамыз. Соның үшін жауап 18 болып кетеді. Bir жауабымыз бұл жерде 18. Енді 18'de biz деген басқа санау жүйелеріне өзгертуіміз керек. Ол үшін болса мына жерде кішкене деген тазалап тастайық. Енді 18 10-дықтан басқа санау жүйелеріне қалай өткіземіз. Баста екілікпен бастайық. Екілік өткізу үшін біз 2-ге бөлеміз. Бұл жерде 9 көбейтілген 2 18 болады. 18 шығарған кезімізде 0. Бұл маңызды. Biz tағы бар рет 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлген кезімізде бұл жерде жауап 4 болады. 4 көбейтілген 2 8. 9-дан 8 шығарған кезімізде бұл жерде жауап 1. Бұл қалдықтар бізге маңызды. Қазір қолданып кетеміз. 4-ді 2-ге бөлген кезімізде 2 бұл жерде 4 қалдық 0 болып кетеді. Тағы бар рет 2-ге бөлген кезімізде бұл жерде жауап 1 болады. 1 көбейтілген 2 жауап қалдық бұл жерде 0 болады. Ең соңында бізге 1 шыққаннан кейін бұл жердегі 1-ден бастап жоғары қарай барлық деген қалдықтарды қолданып кетуіміз керек болады. Соның үшін бұл жердегі жауап 1 0 0 1 0. Яғни бізде D жауаптардан біреуі. Ал енді болса бізге 8-ліктен берілген. 8-ліктен берілу үшін де 8-лікті есептеу үшін тағы осы әдісті қолданып кетеміз. 18'de баста 8-ге бөлеміз. 8-ге бөлген кезімізде 2 болады. 2 көбейтілген 8, 16, 18, 16 шығарған кезімізде 2. Бұл жерде 22 болып кетеді. Себебі 2 көргеніңізде 8-ден кіші. Арт жақтан бастаймыз. 22. Онда жауаптардан бірі бұл жерде 22 болып кетеді. Келесі сұраққа өтейік. Crowdfunding, ақша жинайтын тұлғалар бұл жерде инвесторлар және автор. Бұндай сұрақтарда әрине деген terminderde onda жақсы емес, соның үшін кішкене ойнап тұрайын. Crowdfunding, ақша жинайтын тұлғалар, инвесторлар бар екендігін білемін.
Bir avtorlar nemesi satışlar bolumu mümkün. Hazırşı satışlardı belgilep ketemen. Sırak ötek. İki dengeli domain. Bol yerde SMK edu kezi bolu kerek. E, Sebebi ne olunuşu birinci domain dep ketedi. Nemesi bul ekovi bolup ketemeken. Hazır kişikene oylanıp turayın. Ne olunuşudan bastau kerek edi. Qatelesbesem en arçaqdan bassan kezde. Bol yerde cevap SMK SMK men hazırşı degen amen degen dını belgilep keteyin. Sebebin olmayan bassalat dep bilsem de degen birden bassalam mümkün. Sonuç üçün 1-2 dengeli dep belgilep keteyin. Jaraydı os üçün belgilep keteyik hazırşı. Bırak aytqanday olmayan bassalatın siyaqtı 0-1 dep ketedi dep esimdeydi. Jaraydı kelesi surak öteyik. Ақпараттық қорғау қамтамасыз етеді. Ақпараттық қорғау тұтастығын қолжетімділігін құпиялылығын. Бұл жерде жауап тур А болу керек. Жеке тұлғаның деректерінің таралуын әртүрлі кешенде тасымалдау ақпаратты сипаттайтын әртүрлі шараларды кез келген іс-әрекеттерді ақпараттық қауіпсіздік қамтамасыз etüge bağıtlanan şaralardı. Bu yerde amen bana belgileyip gideyim. Hazırşı. 31. sıra ötek. Akbaratlık hakikat kestesinde F3'ün kullanılan logikal amal. Бұл жерде екеуінің қосылып және оның қарама қарсысы болу керек. Инверсия logikалық amal. Ең соң қолданылған амалма соны түсіне алған жоқпын. Ең соң қолданылатын amal болса, onda көбейту болып кетеді. Бұл жерде жаңағы конъюнкция және болып. Конъюнкция мен дизъюнкцияны кейде аттарын деген шатастырып кетемін. Жалпы бірақ конъюнкция болу керек, және дегеніміз. Келесі сұрақты көрейік. Бұл жерде HTML туралы бір сұрақ келді. Берілген HTML кодта тақырыпты ортасынан жазу тегі. Taqırıpты ortasından жазу tegi H3 align болу керек. Қалай? Taqırıpты ortasından жазу тегтер. Бұл жерде нені сұрайды? IMG'ni сұрап кетеді о. Бұл жерде жауабымыз IMG, ondan кейін басқа не? Бұл жерде тек IMG сияқты көрініп тұр. Басқа тақырыпты ортасынан жазу тегтері. Бұны сұрақты толық түсіне алған жоқпын. Kodda taqırıpты ортасынан жазу тегтері. Align да болуы мүмкін. Align дәл ортадан жазады. Қазірше тек қана align және IMG деп кетемін. Қалғанын білген жоқпын.
Келесі 30-cı sıraqqa öteyik. Proqramma özündüsünün nəticəsində qanday məlumat çıxadı? Efrit 9. Efrit 5 plus. Жақсы, бұл жерде деген Efrit 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olan кезінде Excel'den çıxadı. Ondan keyin 0 1 2 3 4 5 Excellent. Ondan keyin good job және good шығады. Кешіресіздер. Бұл жерде біреу деген 5-ке дейін, біреу деген 9-ға дейін оқиды. Сонда деген good job және excellent деп екеуі шығады. 4-ге келейік. Ақиқат кестесін пайдаланып x мәнін анықтаңыз дейді. X-тің мәні 0 мен 0. Бұл жерде қазір бұл жерде көбейту болып кетеді. Көбейту болған кезінде 0 мен тек қана мына жерде үшінші бұл жерде мынандай есептейміз қазір. Біріншісі біздің деген a мен b-ны көбейткен кезімізде, b-ның қарама қарсысын әрине көбейткен кезімізде ең біріншісі бұның мәнін жазайық. Не болады? 0 болады. Yani 0 мен 1-ді көбейткен кезімізде 0 мен 0 көбейткен кезімізде тағы бір рет 0, 1 мен 1-ді көбейткен кезімізде 1, 1 мен 0-ды көбейтеміз 0 болады. Бұл біріншінің мәні. Ondan кейін қосу бар арасында. Екіншінің мәнін жазып кетейік. 1 және екіншінің мәнін жазып кетейік. A-ның қарама қарсысы көбейту b. A-ның қарама қарсысы көбейту b болған кезде бұл жерде екіншісі 1 болып кетеді. Қалғандары 0 болады. Қалғандары 0 кету керек, иә. Ең соңында бұл екеуін қосқан кезімізде бізге x-тің мәні шығады. X-тің мәні онда 0 1 1 0. Бұл тақырыпты білу үшін сіз деген 10-шы сыныптағы конъюнкция, ондан кейін дизъюнкция және деген инверсия деген тақырыптарды білуіңіз керек. Бұларды көрген кезіңізде мысалы мына белгілер біздің деген инверсия 0-ды 1-ге айналдыратын белгі болып кетеді. Бұның басқа бір белгісі мынандай бір белгі болып кетеді. Екіншісі болса мына белгі біздің көбейту белгіміз болып кетеді. Бұл жерде көбейту белгісі көбінесе және деген немен көрсетіледі, немесе көбейту белгісінің өзімен көрсетіліп кетеді. Және жоғары қарау белгісі де қолданылады. Осы сияқты жоғары қарау белгісі. Дизъюнкция дегеніміз болса қосуда деген бір деген белгі қолданылады, немесе төменге қарай қарап тұрған белгі қолданып кетеді. Немесе қосу белгісінің өзі болады. Көбейткен кезімізде 1 мен 0 0 болып кетеді, 1 мен 1 1 болып кетеді. Бұл тақырыпқа бір қараңыздар. Бұл туралы әр неде бір сұрақ келеді. Жауаптарымыз енді 0 1 1 0 болады. Соны қарап алайық. 0 1 1 0. Оны болады біздің жауабымыз. Болды, тек қана сол болып кетеді екен. Келесі сұрақ, соңғы сұраққа өтіп кетейік. Көп кестелік деректер қорында кестелер арасында байланыс орнату мүмкіндік береді. Деректерді бақылауға мүмкіндік береді. Деректердің тұтастығын сақтауға мүмкіндік беретін шығар. Жаңа баған қосуға да мүмкіндік беруі мүмкін. Иә, бұл жерде деген біздің тестілеуіміз аяқталды. Бұл тестілеу мен үшін деген шынымен қиын термин қатты көп болды. Мен бұл жерде 20-да ала алар ма екенмін? Қазір көрейік қане. Тестілеуді аяқтайық. 2 қосу 1 3 деп кетемін.
Sonda da 34 aldım. Quvonchliman. Negizinde şunu gerek. Bu test benim üçün qattiq qiyin edi. 34 alganıma hozir quvonib turman. Qaysi suraqlarda qatnashib yuribmiz? 2-chi, 4-chi, 16 mına yerga жазған edim. 24-28. Айтқандай бұл жерде қатты көп термин бар еді. Терминдерді мен қатты көп қателесем, бірақ көбінесе есептерде қателеспейтін едім. Иә, бүгінгі видеомыз осылайша. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар. Bundan кейін енді математикаға немесе математикалық сауаттылыққа немесе басқа пәндерге байланысты да видео бейне түсіруге тырысамын. Иә, келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар. Thank you.